Сәлем достар, менің пайдалы кеңестер каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге спатифилум әйел бақыты гүлін қалай дұрыс күтім жасау керектігі туралы айтамын. Егер сіз осы видеоны жақсылап тыңдап, айтылған кеңестердің барлығына назар аударсаңыз, онда әйел бақыты гүліңіздің дұрыс өспеуі, жапырақтарының сарғаюы, гүл шығармау деген мәселеге ешқашан кезікпейсіздер. Мен әдеттегідей дұрыс жарық түсіруден бастаймын. Әйел бақыты гүлін кез келген терезенің алдына, тіпті күн аз түсетін терезенің алдына да қоюға болады. Оңтүстік жақ терезеге қойсаңыз, терезені міндетті түрде көлеңкелеу керек. Ең дұрысы оған тікелей күн түспейтін жарық жер болып табылады. Оған жарық жетіп тұр ма, жоқ па дегенді өте оңай білуге болады. Жарық жетіспесе, оның жапырақтары жұмсақ, солыңқы, ал түсі қанық жасыл болады. Және мүлдем гүл шығармай қалады, немесе өте сирек гүлдейді. Ал жарық көп түссе, жапырақтары қарайып кетеді. Осы видеоны көргеннен кейін сіз өзіңіздің гүліңізге барып қараңыз. Оған өзінің тұрған жері ұнай ма, ұнамайды ма екен бірден түсінесіз. Ал мен әрі қарай ауа ылғалдылығы мен ауа температурасы жайлы айтамын. Бірден айтайын, әйел бақыты гүлі жылы жерді жақсы көреді, бірақ ыстық жер емес. Жылы мен ыстықты шатастырмаңыздар. Жазды күні ол өзін плюс 20-22 градуста жайлы сезінеді. Жазды күні өте ыстық болатын оңтүстік өңірлерде әйел бақыты тұратын бөлменің температурасы плюс 32 градустан аспауы керек. Бұл ауа температурасы әйел бақыты гүліне қолайлы, ал қысты күні бөлме температурасы плюс 16 градустан төмен болмау керек. Төмен температура гүлдің өсуіне кері әсер етеді. Сонымен қатар тамырларының өлуіне әкеп соғуы мүмкін. Қысты күні есікті, терезені ашқанда болатын суық желдерден абай болу керек. Ол мұндайларды жақсы көрмейді. Ал енді суару жайында айтайын. Әйел бақыты гүлі басқа гүлдер сияқты тыныштыққа кететін уақыты анықталмаған. Сол үшін оны жыл 12 ай суарасыз. Көктемде және жазда көп суарасыз. Топырағы қаушақтың ортасына дейін құрғағаннан кейін суарсаңыз болады. Айтпақшы, көпшілігі әйел бақыты гүлінің жапырақтарының бәрі солып, төмен салбырап қалғаннан қорқып кетеді. Қорқудың қажеті жоқ. Бұл сізге өзін суару керектігі жөнінде ескертіп жатыр. Суарғаннан кейін барлық жапырақтары қайтадан қалпына келеді. Ал жапырақтары солғаннан кейін келесі суарғанда уақытты өткізіп алып суармасаңыз, бұл гүліңізге зиянын тигізеді. Сонымен қатар әйел бақыты гүлін 2 айда бір рет жылы душқа түсірсеңіз, сізге қуанып тұрып рахметін айтады. Бірақ гүліңіздің рахметін аламын деп, жыл бойы душқа түсірмеңіз. Мұны тек жазда жасайсыз. Ал қысты күні оны аз суарасыз. Әсіресе бөлме салқындау болса, одан сайын аз суарасыз. Қаушақтағы топырақ ортасына дейін құрғағаннан кейін 3-4 күн өткен соң суару керек. Ал бөлмеңіз жылы болып, гүл шығарса, онда әдеттегідей суара бересіз. Яғни, қаушақтағы топырақтың ортасына дейін құрғағаннан кейін бірден суару керек. Суаратын суыңыз сәл жылылау және жақсылап тұндырылған су болу керек. Судың температурасы плюс 30-35 градустан ең болмағанда бір күн тұндырылған болу керек. Әйел бақыты гүлін ешқашан мұздай сумен суармаңыз. Мұздай судан ол шок алып ауыра бастайды. Тіпті өліп қалуы мүмкін. Суды өте көп құюдан аулақ болыңыз. Топырағы үнемі ылғал болмау керек. Әйел бақыты гүлі үнемі ылғалдылықтан гөрі құрғақшылықты жақсы көреді. Ылғалдылықты мүлде ұнатпайды. Егер көп суарсаңыз, жапырақтары мен сабақтары сарғаяды, гүлдері қараяды. Сізге бұл керек пе? Сондықтан әйел бақыты гүлін суару кезінде өте мұқият болыңыз. Маған айтуларыңыз мүмкін. Әйел бақыты гүлі ылғалдылықты жақсы көреді ғой деп. Бұл гүлдің жоғарғы жақ бөлігіне арналған. Топырақтың астыңғы бөлігіне, яғни тамырына емес. Мен осыған сәйкес әрі қарай ауа ылғалдылығы туралы айтайын. Мен жоғарыда айтқандай, әйел бақыты гүлі жоғары ауа ылғалдылығын жақсы көреді.
Сол үшін үйде ауа ылғалдағыш аппараттар болғаны өте қажет. Үйде ауа ылғалдағыш аппараттар болса да, гүліңізге су шашып тұру қажет. Суды қаншалықты көп шашсаңыз, соншалықты гүліңізге жақсы болады. Бұл үшін гүліңіз сізге үлкен рахмет айтады. Бірақ мұны бөлме жылы болғанда жасау керек. Және су шашып жатқанда гүлдеп тұрса, гүліне су тимеу керек. Қыстыгүні салқын терезенің алдында тұрса, мүлдем су шашуға болмайды. Ауа ылғалдағыш болса болды. Және қыстыгүні батареяның жылуынан ауа өте қатты құрғайды. Содан гүліңіздің жапырақтарының ұштары құрғап, сарғаюы мүмкін. Өкінішке орай, біздің пәтерлеріміздің шарттарымен бұдан қашу мүмкін емес. Үздіксіз су шашып қорғай алмайсыз. Керісінше, гүліңізге зиян тигізіп алуыңыз мүмкін. Ал мен әрі қарай әйел бақыты гүлін қалай және қандай тыңайтқышпен емдеуге болатыны туралы айтайын. Тыңайтқыш құюды көктемнен бастап күздің қазан айының соңына дейін құюға болады. Тыңайтқыштың құрамы калий және фосфор бар түрін таңдайсыз. Өйткені құрамында азот бар тыңайтқыштармен суарсаңыз, гүліңіз сирек гүл шығарады. Немесе мүлден шығармауы мүмкін. Егер гүліңіз қыста гүл шығарса, онда тыңайтқыш құюды тоқтатпай жалғастыра бересіз. Сол құйып жүрген тыңайтқыштарыңызды құя бересіз. Бірақ дозасы мен құю уақытын азайтасыз. Яғни 3-4 аптада бір рет. Егер жапырақтарында дақтар пайда болғанын көрсеңіз, онда сіз тыңайтқышты көп құйып жүрсіз. Оны азайтасыз. Қайтадан қалпына келеді. Айтпақшы, тыңайтқыш құяр алдында 1-2 сағат бұрын гүліңізді суаруды ұмытпаңыз. Әйтпесе тамырларын күйдіріп алуыңыз мүмкін. Бұл барлық гүлдерге арналған. Қандай да гүл болмасын, тыңайтқыш құяр алдында 1-2 сағат бұрын тұндырылған сумен суарып алыңыз. Содан кейін барып тыңайтқыш құясыз. Келесі, әйел бақыты гүлі күтіміндегі маңызды жайттардың бірі оған дұрыс топырақ таңдау болып табылады. Топырағы өзіне суды жақсы сіңіріп және тез құрғайтын өте бос, жұмсақ топырақ болу керек. Және өзінде суды көп ұстамау керек. Дүкендерде дайын для ароидных растений деген дайын топырақтар бар. Егер мұндай топырақ таппасаңыз, кез келген әмбебап топырақ жарай береді. Бұл әмбебап топыраққа бос болып тұру үшін 30% перлит және көлемі 1,5-2 сантиметрлік қарағайдың қабығын араластырсаңыз болады. Қарағайдың қабығы топырақ сататын дүкендерде сатады. Міне осындай топырақта әйел бақыты гүлін өзін өте жақсы сезінеді. Қатты топыраққа отырғызып қойып, тамырына зиян келтіргеннен осылай алдын алу керек. Ал енді қаушағын ауыстыру туралы айтайын. Кішкентай гүлдердің жыл сайын топырағын, қаушағын ауыстырып отырамыз. Ал үлкен гүлдерді 2 жылда 1 рет ауыстырасыз. Топырағын ауыстырғаннан кейін ол құрғағанша суармайсыз. Ол шамамен 3-4 күн болады. Әйтпесе топырағын ауыстырып жатқан кезде тамыры сынып, ол қалпына келмей суарсаңыз, тамырға инфекция түсуі мүмкін. Айтпақшы, әйел бақыты гүлін пересадка жасау деген, оның қаушағын үлкен қаушаққа ауыстыру деген емес. Оның тамырын бақылап қарайсыз. Тамырында өзінің қаушағы тар болса, ауыстырасыз. Ал тамыры кішкентай болса, сол қаушаққа тек топырағын ауыстырасыз. Әйел бақыты гүлін үлкен қаушақтарды ұнатпайды. Ол да сізге ұнамайды. Өйткені гүлдің тамырлары қаушақтың шетіне дейін өспейінше ол гүл шығармайды. Қаушағы мен топырағын ауыстырғаннан кейін гүліңіз жылы +22 градустан төмен емес жерге қою керек. Және оған суды жай-жайдан құясыз. Суды көп шашпау керек. Сол кезде ол тезірек бейімделеді. Сонымен қатар гүлдің тамырын терең екпеу керек. Сабағы мен тамырын басталған жер көрініп тұру керек. Және қаушақтың астына 2 сантиметрлік дренаж салуды ұмытпаңыз. Дренажға керамзит жарайды. Ал мен ары қарай гүлдеу туралы айтайын. Егер гүліңізге дұрыс күтім жасасаңыз, онда гүліңіз сізді көп және ұзақ тұратын гүлдермен қуантатын болады. Әйел бақыты гүлінің айрықша қасиеті, оның гүлі 1,5-2 айдың аралығында тұрады. Ал гүлдің пішіні оның жасы мен сортына байланысты. Ал түсі барлық сортында бірдей әппақ. Арасында жасылдау болады.
Бұл гүлдің сортына байланысты. Ерте көктемде гүлдейді, ал күтімі жақсы болса, күзде немесе қыста күні гүлдеуі мүмкін. Гүлдеп болғаннан кейін солып бастағанда гүлдің сабағын түбінен қиып тастау керек. Енді көбейту жолдарын айтайын. Әйел бақты гүлін екі әдіспен көбейтуге болады. Біріншісі тамырлату арқылы немесе бөлу арқылы. Тамырлату үшін гүлден кішкене өсіп келе жатқан өскінді алып, 50% перлит араластырылған ылғалды топыраққа отырғызасыз. Бетін салафан пакет кигізіп, тепличка жасасаңыз болады. Пакет буланса ашып, шамалы ауа кіргізесте қайтадан кигізіп қоясыз. Топыраққа отырғызбай, суға салып та тамырлатуға болады. Суға ағаш гүлін салуға болады. Сол кезде суыңыз тез бөлініп кетпейді. Арнайы ағаш гүлдерін магазиндерде сатады. Кішкене тамырлары шыққаннан кейін топыраққа отырғызсаңыз болады. Тамыр тез шығу үшін бөлме температурасы +20-22 градустан төмен болмау керек. Екінші, өсіп тұрған әйел бақты гүлін тамырымен бөлу арқылы көбейтуге болады. Бүкіл гүлді бөлмей, жиегінен 2-3 жапырақтан тұратын бөлігін өткір стерильді пышақпен кесіп аласыз. 2-3 жапырақтан аз бөлігін алсаңыз, өспей қалуы мүмкін. Бөліп алған бөліктің тамырына ағаш гүлін немесе активированный угіль дәрісін езіп сепсеңіз болады. Егер сізде бұл екеуі де болмаса, корица болса, корица сепсеңіз болады. Содан кейін 30-40 минут тамырын кептіру керек. Содан кейін жаңа топыраққа егесіз. Бұл процедурадан кейін 2-3 күн бойы гүліңізді суармайсыз. Және міндетті түрде өскінді және өскін алған гүліңізді салафанмен гүлдің бетін жауып тепличка жасау керек. Осылай жасасаңыз, гүліңіз стресс алмайды. Әйел бақты гүлі стресске бейім келеді. Әйел бақты гүлін өсірушілерде өте көп кездесетін сұрақтардың бірі, әйел бақты гүлінің жапырақтары жылтырап тұру үшін не сепсек болады деген сұрақтарды қояды. Менің жеке өз басым ештеңе сеппеңіз деп кеңес берер едім. Тек ылғалды шүберекпен сүртіп тұру қажет. Өйткені дүкенде сататын сепкіштер сұйық балауыздан, яғни восктан тұрады. Ол жапырақтардың тесіктерін бітеп тастайды. Бұған әйел бақты гүлі өте сезімтал болып келеді. Оның жапырақтары емін-еркін демалып, ауа жұтып тұру керек. Осымен менің әйел бақты гүлімнің күтімі туралы видеом аяқталды. Сіз өзіңіздің әйел бақты гүліңізді қалай күтесіз? Сол туралы комментарийге жаза кетіңіз. Біз де біле жүрейік.